Түн тым-тырыс еді. Қараңғының құшағына оранған ескі үйдің ішінен әлсіз ғана дыбыс естілді. Біреу демін ішіне тартып, баяу қозғалғандай болды. Пештің қасында ұйықтап жатқан Жазираның құлағына әлде бір мысықтың мияулаған үні жетті. Бірақ бұл жай ғана мысықтың дыбысы емес, терең, жүректі тітірететін үн еді. Ол орнынан басын көтеріп терезе жаққа қарады. Ай сәулесі үй ішіне түсіп, бәрін бозғылт етіп көрсетіп тұр. Терезенің алдында қара мысық отыр. Көздері оттай жанады. Тік қарап қимылсыз. «Қайдан келдің сен, ей жануар?» деді қыздың даусы дірілдеп. Мысық жауап бермегенімен көзін алмай ұзақ қарады. Сол сәтте бір суық леп үйдің ішін аралап өтті. Пештің ішіндегі күл қозғалып, ескі есік сықыр етті. Жазираның жүрегі атқақтап, үстіндегі көрпені қатты қысып ұстап қалды. Таң атқанда ол мысықты есік алдында таппады. Бірақ табалдырықтың үстінде қара жүннің бірнеше талы мен қанның ізі қалды. Үйдің иесі, Жазираның әжесі, үнсіз ғана терең күрсінді. «Бүгіннен бастап бұл үйде тыныштық болмайтын шығар», деді күбірлеп. Жазира аң-таң. «Әже, не айтып тұрсыз? Бұл жай ғана мысық қой». «Жоқ, балам», деді әжесі көзіне қарап, «ол жай мысық емес. Біреудің қарғысына ұшыраған жан иесі. Көп жыл бұрын осы ауыл шетінде, жоқ, ауыл емес, бір жалғыз үйдің маңында бір әйел мен қызы өмір сүріпті. Әйелдің аты Сағила екен. Өте қатал, ашулы мінезді адам болған дейді. Қызын үнемі ұрып соғып, ауыр сөздер айтатын көрінеді. Қыздың жалғыз досы аппақ мысық. Ол қыз жылаған сайын жанына келіп, аяғына оралып, тыныштандырып тұрады екен. Бір күн ашу үстінде анасы сол мысықты ұрып өлтіріпті. Сол сәттен бастап қыз жынданып кетіп, үйінен безіп кеткен дейді. Бірақ таңқаларлығы, сол күннен кейін Сағила мен оның тұқымында бір тылсым нәрсе жалғасып келе жатқан деседі. Түнде қара мысықтар үй айналасында жүреді, кейде ішке кіріп кетеді. Ал егер сол мысықты қуып шықсаң, сол түні бір жамандық міндетті түрде болады екен. Жазира бұл әңгімені тыңдап, денесі түршікті. «Әже, сонда біз сол тұқымнанбыз ба?» «Иә», деді әжесі үнсіз ғана. «Біз Сағиланың ұрпағымыз». Сол сәттен бастап Жазираның өмірі өзгере бастады. Кешкісін ай туғанда қара мысық қайта келетін болды. Кейде үйдің ішінен тырналған іздер табылатын. Кей түндері айнада мысықтың көлеңкесі көрінетін. Бірақ ең қорқыныштысы Жазираның түсі. Ол түсінде үнемі сол мысықпен сөйлесетін. «Сен бізді неге мазалайсың? Мен тыныштық таппаймын. Сағила мені қарғыспен көмді». Сол үшін оның тұқымы тыныш ұйықтай алмайды дейтін мысықтың даусы анық естілетін. Жазираның әжесі баяу ғана орындыққа отырып, самауырдың жанындағы отты түртті. Үй ішіне әлсіз сары жарық тарады. Терезенің сыртында жел гуілдеп, жаңбырдың ұсақ тамшылары әйнекке соғылып тұрды. Сол түнде әже көптен бергі ең ауыр әңгімені айтуға бекінді. «Тыңда, балам, сенің білгенің жөн. Себебі бұл тек аңыз емес. Бұл біздің қанымызда қалған ескі қарғыс». Жазира үнсіз тыңдады. Бұрындары бір әйел болған, аты Сағила, ол ешкіммен араласпайтын, мінезі қатал, көзқарасы суық жан еді. Күйеуі жас кезінде қайтыс болып, жалғыз қызымен қалды. Сол қызды қатты жақсы көргенімен ашуын да соған шығаратын. Күн сайын ұрысып, ауыр сөздер айтатын. Сағила кедей еді. Бірақ оның үйінде ерекше бір байлық бар болатын, аппақ, үлпілдек мысық. Мысықтың көзі көкшіл, жүні тап-таза, мінезі жуас еді. Сол мысық қызға ғана жақын жүретін. Қыз жыласа, жанына келіп, маңдайына тұмсығын тигізіп жұбататын. Ал Сағилаға тіпті жоламайтын. Бір күні таңертең Сағила ашуланып оянады. Үйдің іші суық, пеш өшіп қалған. Ал қыз сыртта мысығын құшақтап, от жағып отыр. «Сен менің бұйрығымды тыңдамадың ба?» деп айқайлады анасы. Қыз үн қатпай, тек мысығын қаттырақ қыса түсті. Сол сәтте Сағила ашуға булығып, қолындағы күректі алып бір ұрып қалды. Мысық сықырлаған дыбыспен жерге құлады. Қыздың шырқыраған даусы аспанға жетті. «Ана! Неге? Ол менің жалғыз досым еді», деп жылады қыз. Бірақ Сағила тек: «Сенің достарың керек емес. Сен адамсың, ал ол жануар», деді де есікті тарс жауып далаға шығып кетті.
Сол күннің кешінде аспанды қою бұлт торлап, найзағай жарқылдады. Сағила пеш жағып отырғанда сыртта бір дыбыс шықты. Қараса, есік алдында бір көлеңке тұр. Ол қызы. Бірақ жүзі сұп-сұр, көзі ісіп кеткен. Мен енді бұл үйде тұрмаймын, деді ол баяу ғана. Сен менің жалғыз тірі жанымды өлтірдің. Сол үшін тыныштық көрмейсің, ана. Сағила ештеңе демеді. Бірақ қызы кетіп бара жатқанда жерге қара қан тамды. Сол қанға найзағай түсіп, дәл мысық өлген жер жарық беріп жанып кетті дейді. Келесі күні Сағиланың үйінің маңында аппақ мысықтың орнына қара мысық пайда болған. Көздері қызыл, түсі түндей қара. Ол күн сайын кешке терезеге келіп ішке қарап отырады екен. Сағила оны неше рет қуып тастамақ болды, неше рет ұрып көрді. Бірақ келесі күні бәрібір қайтып оралатын. Солай бірнеше жыл өтті. Сағила қартайып әлсіреген шағында бір түні айдың жарығымен далаға шығады. Сол қара мысық тағы да есік алдында отыр. Не керек саған, жынның баласы? Дейді ол. Мысық баяу басын көтеріп көзін тік қадайды. Кенеттен оның даусы адам даусына айналды. Сен менің тәнімді өлтірдің, бірақ менің рухым тыныштық таппады. Сенің қаныңда енді менің лағынетім жүреді. Кім менің көзіме қарайды, соның жүрегіне менің кегім егіледі. Сенің ұрпағыңда тыныш ұйқы болмайды. Сағила талып қалған. Таң атқанда оны көршілер тапқан, бірақ аузы жабылмай, көздері ашық күйде қатып қалыпты. Ал ол жатқан жердің дәл үстінде мысықтың ізі болған. Содан бері Сағиланың ұрпағында бір тылсым жалғасып келе жатыр. Бір буында тек түс көреді, екіншісінде дауыстар естиді, ал кейбірінде қара мысық шын өмірде көрінеді. Әжесі осыны айтып бітіргенде самауырдағы су баяу сарқылды. Үй іші үнсіз қалды. Жазираның жүрегі дүрсілдеп соғып тұрды. Әже, ал сол мысықтың рухы әлі бар ма? Деп сыбырлады ол. Бар, деді әжесі баяу. Ол әр түнде өз ұрпағын іздеп жүреді. Кейде ол тек көлеңке түрінде келеді, кейде шын бейнеде. Ал сенің есік алдында көргенің дәл сол. Жазира орнынан тұрып терезеге қарады. Ай сәулесі далаға төгіліп тұр. Ал алыстан ағаш арасынан екі қызыл көз жарқ етіп көрінді. Жазираның денесі мұздап кетті. Әже, ол бізді тапты ма? Әжесі жауап бермеді. Тек көзіне жас үйіріліп көне дұғасын күбірлей бастады. Түн ортасы еді. Үй іші тып-тыныш. Әжесі баяғыда ұйықтап қалған, тек пештің ішінде әлсіз от маздап, жарығы қабырғаға дірілдеп түсіп тұр. Ал Жазира көз іле алар емес. Көзін жұмса, әлгі мысықтың оттай жанған көздері елестейді. Түнгі сағат 2 шамасында сырттан әлсіз тырналған дыбыс естілді. Әуелі есік жақтан, сосын терезеден. Тырс-тырс-тырс. Жүрегі аузына тығылған қыз көрпесін қысып ұйықтаған күйі тың-тыңдап жатты. Бір кезде сырттан таныс, баяу мияу еткен үн шықты. Қарапайым мысық үні емес, бір түрлі созылыңқы, жан түршіктіретін дыбыс. Мяу! Жазираның денесін суық тер басты. Қорыққанымен бір тылсым күш оны терезе жаққа қарай итеріп тұрды. Ол баяу басып терезенің шымылдығын сәл ашып қарады. Ай сәулесімен жарықтанған аулада әлгі қара мысық отыр. Тура кеше көрген түрі. Бірақ бұл жолы оның айналасында әлсіз тұман іспетті бозғылт бу бар еді. Мысық орнынан қозғалмады. Тек көзін тік қадап, баяу бір дыбыс шығарды, адамға ұқсас күрсініс секілді. Сол сәтте арт жағынан әжесінің үні естілді. Терезені жап, балам. Қарама оған. Жазира жалт қарады. Әжесінің жүзі ағарып кеткен, көзі үрейге толы. Ол қолындағы ескі дұғалық кітапты ашып бірдеңелерді күбірлеп оқи бастады. Бірақ терезеден әлгі дыбыс үзілмеді. Кенет үйдің ішіндегі шам сөнді. Барлық жерді қараңғылық басты. Пештің оты да өшті. Бір сәт тыныштық орнады да есік баяу ашылды. Жел соққандай сықырлап тұр. Әжесі дірілдеп тұрып есікті жаппақ болды. Бірақ табалдырықтың ар жағында қара мысық тұр еді. Мысық бір сәтке тоқтап, басын жоғары көтерді де, баяу басып ішке кірді. Тоқта! Деп айқайлады әже. Бұл үйден кет, лағынет жан.
Бірақ мысық жай ғана әженің аяғының жанына келіп отырды да, басын иіп түсініксіз дыбыс шығарды. Сол сәтте Жазираның басы айналып, көз алды бұлдырап кетті. Көзін ашса, өзі басқа жерде. Түс сияқты, бірақ бәрі шынайы. Айналасында тұман, ал ортасында үлкен ескі үй тұр. Терезелерінен әлсіз жарық жылтырайды. Бұл қай жер? Деді ол сыбырлап. Бұл менің тынышсыздығым деген дауыс естілді кенеттен. Жазира жалт қарады. Қара бұлт арасынан баяғы қара мысық шықты. Бірақ енді ол кәдімгі мысық емес еді, адам бейнесіне ұқсай бастаған. Бет әлпеті әйелге тартқан, көзі жанған оттай. Сен кімсің? Мен Сағиланың қарғысының рухымын. Сенің бойында оның қаны бар. Ал мен тыныштық табу үшін соңғы ұрпағын табуым керек, деді мысықтың үні ауыр, адамша. Жазира артқа шегінді. Неге бізді мазалайсың? Біз саған ештеңе жасаған жоқпыз. Бірақ сендер оның күнәсін арқалап келесіңдер, деді Ру. Сағила мені өлтірді. Менің жаныма әділетсіздік жасалды. Енді мен де тыныштық таппаймын, сендер де таба алмайсыңдар. Сол сәтте Жазираның айналасындағы тұман қоюлана түсті. Бір сәтке ескі оқиғалар көз алдында жылдам көрініс тапты. Сағила, қызы, аппақ мысықтың өлімі, найзағай және қарғыс сәті бәрі тізбектей өте шықты. Егер мен сенің рухыңды босатсам, біз тыныш өмір сүре аламыз ба? Деді ол қорыққан даусымен. Мысық сәл үнсіз қалды. Мүмкін. Бірақ ол үшін сен Сағиланың күнәсін өз еркіңмен мойындап, мені адам етіп босатуың керек. Сол кезде алыстан бір дауыс естілді. Жазира. Балам, оян. Кенет бәрі жоқ болды. Ол төсек үстінде терлеп оянды. Әжесі оның жанына келіп қолын сипап отыр екен. Түс көрдің бе? Білмеймін. Бірақ ол шын сияқты болды, деді қыз дірілдеп. Әже үнсіз ғана терең күрсінді. Демек ол сені таңдады. Жазира түсінбей қарап қалды. Кімді? Сағиланың рухы енді сені арқылы босанбақшы. Қарғыс соңғы ұрпақта ғана үзіледі, деді әжесі көзін тайдырмай. Қыздың денесі мұздап кетті. Терезе жаққа көз салды, дәл сол сәтте ай жарығымен бір көлеңке сырғып өтті. Ол қара мысық еді. Бірақ бұл жолы оның көзі қызыл емес, жасыл түсті болып жанып тұрды. Күндер өте берді. Бірақ сол түннен кейін Жазираның өмірі баяғыдай болмады. Таңертең тұрса, көзінің астында көгерген іздер, ал алақандарында кішкентай тырнау таңбалары пайда бола бастады. Ештеңе есінде жоқ, бірақ түн сайын түсінде бірдей көрініс қайталанатын. Тұман арасындағы үй, есік алдында отырған қара мысық және бір әйелдің жылаған үні. Бір күні Жазира айна алдына келіп шашын тарай бастады. Кенет айнадағы бейнесі өзгеріп кетті, көздері қызылданып, артына қарай бір сәтке қараған өз бейнесі, бірақ ол емес. Қыздың жүрегі шым етіп тарағын қолынан түсіріп алды. Мен жынданып барам ба? Деп сыбырлады ол өзіне. Әжесі бұны байқап жүреді. Күн сайын дұға оқып, үйдің әр бұрышына тұз шашып, терезеге қара жіп байлап жүрді. Бірақ бәрібір үйде тыныштық жоқ. Кей түндері еден өздігінен сықырлап, ыдыстар қозғалып кететін. Ал кейде тіпті пештің ішінен мияулаған үн естілетін. Бір түні Жазира тағы сол үнге оянды. Бірақ бұл жолы басқа еді, біреу есімін атап тұрды. Жазира. Қыз орнынан атып тұрды. Бөлме қап-қараңғы, терезеден ай сәулесі ғана түсіп тұр. Дыбыс сырттан емес, бөлменің ішінен шыққандай болды. Қорыққаннан шам жағып еді, пештің алдында қара мысық отыр. Бірақ бұл жолы ол жалғыз емес еді. Оның артында әйелдің көлеңкесі тұрды, шашы ұзын, жүзі анық көрінбейді, тек көздері ғана жылтырап тұр. Сен не істегің келеді? Деді Жазира дірілдеп. Сен мені босатуға уәде бердің, деді әйелдің үні терең әрі салқын. Мен оны қалай істеймін? Сағиланың күнәсін мойындау арқылы. Ол өлтірген жерде қайта дұға оқылуы керек. Жазира басын шайқады. Бірақ ол жер қайда екенін мен білмеймін. Білесің? Сенің қаның біледі. Осы сөздерден кейін бөлме кенеттен қап-қара болып кетті. Жарық өшіп, бәрі айналып, көз алдында тұман пайда болды. Қыз өз-өзін басқа жерде көрді, дәл баяғы көрініс, ескі үй, найзағай
және жерде жатқан аппақ мысықтың өлі денесі. Бұл менің түсім емес пе? Бұл сенің есіңде бар өткен, деді әйелдің үні. Сен Сағиланың ұрпағы ғана емес, оның бейнесі қайта туғансың. Сен оның қателігін түзетуге тиіссің. Сол сәтте жер сілкінгендей болды. Төңіректен әлсіз жылау естілді. Қыз тізерлеп отырды. Кенет оның алдына кішкентай аппақ мысық келді. Мен оның рухымын, деді мысықтың нәзік үні. Сағила мені өлтірді, бірақ мен оны кешірдім. Тек оның ұрпағы мені босатуы керек еді. Жазира қолын созып, мысықтың басынан сипағысы келді. Бірақ қолы тиген сәтте бар дүние жалындап айнала жарық нұрға бөленді. Кенет ол көзін ашты, қайта өз бөлмесінде. Таң атып келе жатыр. Еденде бір тал аппақ жүн жатыр. Ал терезеден кіріп тұрған күн сәулесінде әлсіз бейне пайда болды, әйелдің күлімдеген жүзі. Сағила еді. Әжесі дәл сол сәтте бөлмеге кірді. Балам, не болды саған? Жазира әжесіне қарап күлімсірей жауап берді. Біз енді тыныштық табамыз, әже. Бірақ дәл осы сәтте сыртта мияулаған үн қайта шықты. Жазира терезеге қарады, аулада тағы да қара мысық отыр. Бірақ бұл жолы оның жүні жартылай ақ, жартылай қара еді. Қыздың денесі дір етіп кетті. Демек, бәрі әлі аяқталған жоқ, деді ол сыбырлап. Сол түні әжесі ұйықтап жатқанда, Жазира үнсіз киініп далаға шықты. Ай жарығы айналаны күміс түске бояп тұр. Мысық оны жолбастай жөнелді. Ол соңынан ерді. Қайда бара жатқанын білмейді, бірақ бір күш жетелеп тұр. Біршама жүрген соң орман ішіне келді. Ағаштардың арасы тұманға оранған. Дәл ортасында шіріген ескі құдық тұр екен. Мысық сол жерге барып тоқтады. Міне, осы жерде, деді әлсіз дауыс. Мені осында көмген. Жазира тізерлеп отырды да алақанымен жерді ұстап дұға оқи бастады. Айналадағы жел қатты соғып, ағаштар сыңсып, тұман қоюлана түсті. Кенет жердің астынан әлсіз жарық көтерілді. Мысық баяу артқа шегінді де, бір сәтте аппақ нұрға айналып жоғалып кетті. Тұман сейіліп, орман тынышталып қалды. Жазира ауыр демін ішіне тартып, орнынан тұрды. Күн жаңа ғана шығып келе жатты. Бірақ үйге қайтып бара жатқанда, ол алыстан бір қара көлеңкенің әлі де оны бақылап тұрғанын байқады. Қара мысықтың рухы толығымен кеткен жоқ сияқты. Бәлкім қарғыс бір сәтке ғана әлсіреді. Күндер өтті. Барлығы тынышталғандай болды. Әжесі қайта күліп жүр, үйде үрей де, түнгі дыбыс та жоқ. Жазира өз-өзіне келіп, барлығы артта қалды деп сенгісі келді. Бірақ кей түндері оның түсіне бәрібір сол көздер кіретін, жасыл түсті, жарқыраған, бірде мейірімге, бірде мұңға толы көздер. Бір түні ол терең ұйықтап кеткен. Түсінде орманды тағы көрді. Бірақ бұл жолы бәрі өзгеше, тұман жоқ, аспан ашық, құстар сайрап тұр. Орманның ортасында аппақ мысық отыр. Жазира жақындап барды. Бұл жолы сен бақыттысың ба? Деді қыз сыбырлап. Мысық көзіне қарап, баяу жауап қатты. Мен тыныштық таптым. Бірақ сенің ішіңде менің көлеңкем қалды. Қыз түсінбей қалды. Нені айтқың келеді? Қарғыс өшті, бірақ із қалды. Сағиланың рухы менікімен бірге сенің бойыңа еніп кетті. Енді сен біздің жалғасыңсың. Жазираның жүрегі шым етіп демі тарылды. Демек мен енді еркін емеспін бе? Жоқ, сен еркінсің. Бірақ енді екі жанның жадын алып жүресің. Бірі адамның, бірі менің. Екеуі де саған аманат. Осы сәтте айнала жарқырап, нұр сәулесі орманды түгел шарпып өтті. Мысықтың бейнесі ақ түтінге айналып көкке көтерілді. Сол жарықтың ортасында Жазира жалғыз қалды. Бір түрлі тыныштық орнады. Көзін ашқанда таң атқан еді. Әжесі пешке от жағып, шай қайнатып жүр. Түн тыныш өтті ме, балам? Деді ол күлімдеп. Иә. Бәрі жақсы, әже, деді Жазира күлімсіреп, бірақ жүрегінде әлсіз ауыр сезім бар еді. Сол күні ол алғаш рет айнаның алдына қайта отырды. Бірақ бұл жолы айнадағы бейнесі жай ғана өзінікі емес еді. Көздері әлсіз жасыл реңге боялған, ал артқы фонда мысықтың көлеңкесі тұр. Жазира баяу жымиып.
Енді сен менің ішімдесің, бірақ мен сенімен тату тұрам, деді. Сол сәтте айнадағы бейне де күлімсіреді. Күндер өтіп, бәрі тыныш өмірге қайта оралғандай болды. Бірақ ауыл арасында жер атауы аталмайды. Адамдар кей түндері алыстан әйелдің сыңғыр күлкісін еститін болған. Кейде көше бойында аппақ мысық жүгіріп өтеді, ал кейде сол қызыл көзді көлеңке терезеден бір сәтке көрініп жоғалады. Ол енді ешкімге зиян келтірмейтін. Бұл қарғыстың емес, мәңгі тыныштықтың белгісі еді. Бірақ бір нәрсе анық болды. Егер біреу әлсізді жәбірлесе, егер бір жануарға қиянат жасаса, түн ішінде бір мияу үні естіледі. Ол әділеттің үнсіз күзетшісі. Ол мысықтың рухы. Ал сол рухтың иесі — Жазираның жаны.